Сәлем шәкірттер, сіздермен бүгін Асланбек Сұлтанбек ағамыздың домбыра әнін үйренетін боламыз. Негізі бұл ән біз домбыраға күй ретінде сүйемелдеп ойнайтын боламыз. Бірінші және екінші дауыстан тұрады. Сіздерге үйрететін тек қана әзірше бірінші дауыс. Мұқият тыңдаңыздар. Төмен қағыстар осы жерінде міне. Дәл осылай кете береді. Енді осы күйді үйренеміз. Бірінші қағыстармен таныстырып өтейін. Алма кезек қағыс. Одан кейін ең негізгі қағыс екі төмен бір жоғары. Көрдіңіз ме? Екі төмен бір жоғары күйдің басынан аяғына шейін көп кездеседі. Одан кейін алма кезек қағыс, одан кейін мына жерінде ғана қазір тартқан. Дәл үштен тартқан тек қана бірыңғай төмен қағыстар кездеседі. Енді бесінші пернеге бармақты қоямыз. Үш рет қайталаймыз. Түсінбей қалуыңыз мүмкін. Енді мен жай тартып көрсетемін. Екі төмен бір жоғары бірінші әуен. Қараңыздар. Бір. Мынау бір есептеледі. Одан кейін екіншісі. Енді үшіншісі. Енді төртіншісі алма кезек. Сіз орая мына бір, екі, үш, алма кезек. Бір, екі, үш, алма кезек. Дәл осылай екі рет тартып біттік. Енді бізде әуен басталады. Қағыстарды байқасаңыздар өзгерген жоқ. Екі төмен бір жоғары кетіп баратыр. Енді бесінші пернеге и жетіге. Дәл басындағыдай бұл жерде де төрт рет тұрамыз. Бір, екі, үш, төрт. Екі төмен бір жоғары қағыс. Енді ары қарай қайтадан пернеге екі рет, сегізге, бес, сегіз, жеті, міне, жеті, бес, бес, қайтадан ойнайын. Сегіз, жеті, бес, бес, жеті, беске енді. Төрт рет кетті, екі төмен бір жоғары қағыспен. Енді ары қарай сәл қиындау болуы мүмкін. Бұл енді біз жеңілдеу үшін мынандай формулаға саламыз. Бір, үш, екі деген. Қазір түсіндірем. Мынаған бір дегеніміз бір қағыс, үш дегеніміз сегізге үш қағыс, жетіге үш қағыс, беске үш қағыс, бармақ бестің үстінде тұра береді. Енді үшке екі қағыс. Бестен бастаймыз. Беске бір қағыс, жетіге үш қағыс, беске үш қағыс, үшке үш қағыс,
бірге, міне, бармақ үште тұра береді, бірінші саусақ бірге басады. Екі қағыз, одан кейін 3, екі төмен бір жоғары екі рет, бірінші пернеге, екеуде бір-бір, екі төмен бір жоғары екі рет бұл жерде де. Енді ашып жібереміз. 4 рет тартамыз, екі төмен бір жоғары қағызбен. Қайттан қайталаймыз. Міне 1, 3, 2, 5-тен 1, 3, 2 қағыз. Енді үшінші пернеге екі төмен бір жоғары екі рет ойнаймыз. Бірінші перне екі рет. Енді ашық. 4 рет қағамыз, екі төмен бір жоғары міне. 1, 2, 3, 4. Енді бұл жақтың барлығын бітіргеннен кейін не істейміз? 5-7 басып тұрамыз. 4 рет. Екі төмен бір жоғары қағыз. 1, 2, 3, 4. 8-ді басамыз да 2 рет. 1, 2, 7-ге 1 рет. 5, 8, 7-ге 4 рет. Енді 5-ке кетеміз ең басындағыдай. Қайттан 5, 7, 4 рет. 2, 3, 4, 5-ке 2 рет. 1, 2, 3-ке 1 рет. Бірінші перне. Ашып жібереміз. 4 рет. 3, 4. Қайтадан жалғастырамыз. Тура жаңағы әуендерді қайталаймыз. Кеттік ал. 4 рет. 2, 3, 4. 8-ге 2 рет. 1, 2, 7-ге 1 рет. 5, 8, 7-ге ашық болған кезде асты ашылады. 2, 3, алма кезек. Қайттан жабамыз 5-ке. 3, 4, 5-ке 2 рет. 1, 2 төмен бір жоғары қағыспен. 2, үшінші пернеге 1 рет. Бірінші пернеге 1 рет. Енді ашып жібереміз. 1, 2, ойнап, дәл осылай бірінші бөлімді бітірдік. Қазір екінші бөлімді бастаймыз. Екінші бөлімді тартпай тұрып, бірінші бөлімді әптен пысықтап алыңыздар. Өйткені бірінші бөлімді қазір жақсылап үйреніп алсаңыз, бірінші бөлімдегі әуендерді естиміз 10-шы пернеге қоя саламыз. Тура жастар биіндегі ғой, жастар биінде біз 10-ды тартып, 5-тен қайталап, дәл сол әуендерді қайта 10-ға баратын едік. Ал нәрағашында дәл солай, нәрағашында 5-7-тен бастаймыз да 10-12-ге барамыз. Енді домбыра күйінде де дәл солай болады. 5-тен бастаймыз да, одан кейін 10-ға кетеміз. Кеттік ал, 10-нан бастаймыз дәл басындағыдай, бірақ басында 2 рет болды ғой бізден ау. Енді 10-да 1 рет. Кеттік, 2 төмен 1 жоғары. 2, 3, 4-ші алма кезек. Енді әуен басталады бағанағыдай. 2 рет 8-ге 7 бағана, енді бізде 13-ке 12, 10 и 12, 10-ға. И не істейміз? Бағанағы 1, 3, 3, 2 деген формуланы қолданамыз. Мына жердегі бар ғой. Дәл соны қолданамыз. 12, 13, 12, 18. 2 қағыз. 10-нан 12-ке. 10-ға 1 қағыз. 12-ке 3 қағыз. 10-ға 3 қағыз.
8 8-ге 3 қағыз. 6-ға 2 қағыз. Бармақ 8-де тұра береді. Енді 8-дің өзі 2 рет 2 төмен 1 жоғары қағыз. 1 2 6-шы перне жастар биіндегі ноталар ғой. И 5-дің өзі 1 2 3 4 қайталаймыз. 1 1-ақ қағыз. 3 қағыз 13-ге 12-ге 10-ға 8-ге 2 қағыз. 10-дан бастаймыз 12-ге 10-ға 3 қағыз. 8-ге 3 қағыз. 6-ға 2 қағыз. Енді 8-дің өзінен 2 рет 2 төмен 1 жоғары қағызбен 6 и 5 дейміз дағыны 4 рет тартамыз 5-те міне 2 төмен 1 жоғары 1 2 3 4. Енді домбыраны кішкене бұлай алға қарай майыстырамыз дағыны 8 10 12 не істейді төмен қағыстармен барады. 1 2 3 4 5 6 и ары қарай алма кезек 8 12 міне 8 10 12 8 10 12 төмен бітіресіздер. Енді 7 8 10-ға барады. Міне пам пам бармақ басқарып үстіне тұра береді 8-де. 3 4 5 6 и парарара міне 7 8 10 2 қағыз и айттым осыны қайталаймыз. 3 4 5 6 и 7 8-ден біткеннен кейін барып қайттан ең басындағы әуенге барамыз. Бұл жағын басында бірінші бөлім жақсылап шығарып алсаңыз, мынау сізге оңай болады қазір. Айын жаттамасаңыз, бірінші бөлім жақсылап жаттамаңыз, содан кейін тарту оңай болады. 5 7 4 рет. Қайталау. 8 и там тарарам. Міне бір бағана формула 1 жоқ 2 шатасып кеттім. Енді 5-тен 7-ге 5 3 1 2 қағыз. И 3-ге 2 қағыздан 2 рет 2 төмен 1 жоғары қағыздан. И ашық. Қайталау. Сіздерге қазір менің айтып отқан сандарым, көрсетіп отқан пернелерім сәл миларыңызды ашытуы мүмкін. Бірақ сол миларыңыздың ашмауына мен аңғай жасайтын боламын. Астына цифрмен жазып қоямын. И 5-тен басында тартқаннан кейін мен қазір жылдамырақ тартып отырмын. 1 и ашық 4 рет 5-ші пернеге басындағыдай 1 2 3 4 алма кезек соңында. Міне 1 2 3 алма кезек болды. Осылай домбыра күй бітеді. Енді сіздерден маған қолдауларыңыз осы видеомен достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Менде оқитын шәкірттерден кім шығармады, соған жіберіп қойыңдар. Одан кейін жақсылап жаттап бірінші бөлімді, екінші бөлімді жақсылап шығарып, нақышына тартыңыздар. Достарыңызбен бөлісіп, лайк басып, комментарий қалдырып, келесі қандай күйді үйренгілеріңіз келеді, комментарийға жаза кетіңіздер. Сау саламатта көріскенше күн жақсы.